айтты. Рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің директорының айтуынша, қалаға карантин режимі енгізілгелі бері халықтың уақытын тиімді өткізу мақсатында түрлі бағыттағы челлендждерді ұйымдастыруды қолға алған. Онлайн семинарларға ол ғылыми қауымдастықтың, яғни біздің доцент, профессор, ағаларымыздың барлығының осындай халықпен онлайн кездесу арқылы жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасын насихаттау, түсіндіру сабақтары жүргізілді. Онлайн сабақтарға әрине жаңағы әлеуметтік желіде өзінің белсенділігін танытқан адамдар, өйткені біз рухани елорда парақшасында да, әкімшілік сайттарында, парақшаларында өзіміздің осындай күні, осындай уақытта, осындай спикермен онлайн сабақтарымыз өтеді деп алдын ала әрине жарияланады. Соған ниет білдірген адамдардың барлығы осы онлайн сабақтарға қатыса алады. Соның бірі ретінде біз ең бірінші болып ағылшын курстарын тегін осы Нұр Сұлтан қаласының немесе республика деңгейінде де тегін оқуға мүмкіндік бердік. Қазіргі уақытта ағылшын тілін 3000 адам меңгеріп жатыр. Ол осы карантин уақытты тиімді пайдалану мақсатында жасалып жатыр.